Күн қайырлы болсын, әріптестер. Қазіргі білім берудегі заманауи әдістер мен технологиялар бойынша Искакова Әлия апайымыздың оқып жатқан курсындағы 7-ші күн маған түскен екен. Мен аталмыш Асық-Ата жалпы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Есімім Аман Қалымжан болады. Жалпы бұл дәрісті мен YouTube каналдан қазір қарап оқып шықтым. Менің ұққаным көп фокус бұл жерде дағдыға, скиллстарға берілген екен. Жалпы бұл біздің ағылшын тілінде де скиллстар бұл өте қатты рөл ойнайды. Менің скиллстар бойынша білетінім, дұрыс инпут жасалмай, ешқашан дұрыс аутпут ала алмаймыз. Дағдылар бойынша біз балаларға дұрыс инпут жасауымыз керек, және балалардан біз дұрыс аутпут алып отыруымыз керек. Сондықтан мен жалпы бұл осынша 20 жылдық іс тәжірибемде сындарлы сызбалар арқылы мен көп жұмыс жасауға тырысамын. Осы курс барысында да менің бақылағаным көбінесе сызбалар арқылы білім беруді, сызбалар арқылы қысқасы сызбаларға көбірек фокус жасау арқылы білім беруді дамыту, дағдыларды дамыту арқылы көп жұмыс жасалған екен. Сосын тағы да менің айтатыным, осы жерде Чиксент-Михайдың сызбасы бар. Менде үнемі мен пайдалануға тырысамын сол Чиксент-Михайдың сызбасын. Ол жерде мысалы әлсіз дағдылы балаға жоғары талап қойсаңыз мазасызданады, ал әлсіз дағдылы балаға төмен талап қойсаңыз ода селқостық пайда болады. Немесе күшті дағдылы балаға төмен талап қойсаңыз ол зерігеді. Ал ең тиімдісі күшті дағдылы балаға жоғары талап қойсаңыз ол жерде ағым пайда болады деген сияқты. Мына осы сызбаларда көбінесе осылай көрсетіледі. Сосын мен осы видеоны қарап отырып ұққаным, мына бір Вукабани әлемі деген сызбада маған ұнады. Осы жерде де көп дүниені қарап көруге болады екен. Сосын Four Dimensional Education, 4 өлшемді білім беру модулі бар екен. Блум таксономиясы өзіміз білетіндей етістіктер арқылы фокусты қандай дүниеге салу керек екен балаларға біз үнемі беріп отырамыз. Жалпы мынау қазіргі білім берудегі заманауи әдістер мен технологиялардың қолданылуы туралы жақсы дүниелер берілген екен. Үлкен рахмет, істеріңізге табыс тілеймін.